Я не подумала, не поверила, что так бывает только в сказке. И какое-то время проходит, и я смотрю, мне во двор заводят трубы. Первое время я вставала, брала ведерко, набирала угля и заходила на кухню. А потом думаю, а зачем? Мне же тепло в комнате, мне же газ. Бұрынғы кезде баллонды үлкен адамға бізге баллон ауырлау болды. Баллонды әкеп қойып, соны күзетеміз. Енді рақат болды, мына кранды аша саласың, жауа саласың кранды. Газға өте қуаныштымыз. Жұмыстан келгенде бұрынғыдағындай көмір тасып, от жағып, су тасымаймыз. Отбасымен көп уақыт өткіземіз. Кейде бір жерде болсақ, газ келді десе, бәрі сұрайды, рас па дейді. Сенбейді. Елбасы сол 2008-2009 жылдары осы газды жеткіземіз, әкелеміз деп, біздің халыққа жететіндей болу керек газ. Оның бәрін жеткізуге ол қаншама күш керек қой. Көп рахмет айтамын. Елбасы, біздің президент тез асырды деп ойлаймыз.